Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгін біз математика сабағынан 48-ші сабақты өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға жазылып алыңдар, себебі біздің арнамыздан барлық тапсырмалардың толық жауаптарын таба аласыңдар. Балалар, ең бірінші, подписаться деген батырманы басқаннан кейін міндетті түрде қоңыраушаны да басып кетіңдер. Себебі сол кезде сендерге біздің жауаптарымыз міндетті түрде бірінші болып көрінетін болады. Және де балалар, біздің арнамызда математикадан басқа ағылшын тілінің сабақтарын аласыңдар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Санның кубы, қала құрылысы және бейресми символдардың мәні. Сен санның кубын 1/3 көбейткіштің көбейтіндісі ретінде ұғынасың. Бірінші есепті шығарайық, балалар. Монумент сөзін білесің бе? Берілген суреттегі монументтердің маңыздылығы қандай? Есепте. Сонда сен олардың әрқайсысының атауын білетін боласың. Яғни балалар, бізде бірінші 8-дің квадраты көрініп тұр, иә? 8-дің квадраты, яғни қай санға дәл келеді? Сол санмен осы бірінші монументтің атын біз таба алады екенбіз, иә, балалар? Мысалы, бірінші 8-дің квадраты бізде 8 бе 8-дің көбейтіндісі, иә, балалар, өздерің білетіндей. Яғни бұл 64-ке тең екен, иә? 64-ке тең екен. Бұл яғни бізде бәйтерек монументі екен. Бірінші сурет, яғни бізде бәйтерек монументі екен, иә, балалар? Екінші бізде 9-дің квадраты берілген, иә, мына жерде? 9-ның квадраты дегеніміз бізде 9 мен 9-ның көбейтіндісі. Ол бізде 81-ге тең екен. Бұл 81 дегеніміз бізде мәңгілік ел салтанат қақпасы екен. Яғни, екінші суреттің жауабы мәңгілік ел салтанат қақпасы екен. Үшінші суретте біз 7-ның квадратын көріп тұрмыз, иә, мына жерде? Яғни, балалар, 7-ның квадраты дегеніміз 7 мен 7-ның көбейтіндісі, ол бізде 49-ға тең екен. 49 бұл жерде тәуелсіздік монументі екен. Яғни, үшінші суретке екінші біздің тәуелсіздік монументі деген атау дәл келеді екен, иә, балалар? Келесі есеп бізде Санжар Венгрияның Будапешт қаласында болып, кубик Рубик ескерткішін көрді. Ол сыныптастарына сыйлық әкелмекші болды. Сыйлықтық текшелер сатып алып, оны текше пішінді үлкендеу қорапқа жинастырып салды. Санжарға оларды санауға көмектес дейді. Яғни, балалар, бұл жерде бізде, мына жерде бізде былайынан бір текше берілген, яғни, қарай қойыңдар. Осылайынан бізде бір текше берілген. Енді бұның санау үшін біз былай болады. Яғни, қызылмен беріліп тұр. Мынау бізде бір текше болып тұр, иә? Келесі бізде тағы бір текше мұнда. Иә? Келесі үшінші тағы бір текше. Яғни, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 болады. Келесі, былайынан, бұл бізде тігінен. Енді көлденеңінен санасақ, бізде де дәл солай. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Яғни, бұл жерде үшеу бар екен, иә? Келесі, мына жағынан бізде 1, 2, 3 болады. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Яғни, бұл жерде де үшеу екен. Яғни, бұлардың санын табу үшін біз бірінші бұлайынан 3-ті 3-ке көбейтеміз, одан кейін мына 3-ке көбейтеді екенбіз. Яғни, бұл жерде саны бұлай шығады екен. 3 көбейтілген 3, көбейтілген 3 болады. Яғни, бұл бізде 3-тің кубы дегенді береді екен, иә? Бұл бізде 3-тің 3-ке көбейтсек бізде 9 шығады, 9-ді 3-ке көбейтсек 27 екен, иә? Яғни, бұл жерде 27 текше бар екен, иә, балалар? Келесі бізде есебі 1/3 көбейткіштің көбейтіндісі болып табылатын сандарды таба аласың ба дейді. Бұл жерде, балалар, 1/3 көбейткіштің көбейтіндісі болатын мынандай сандар бар екен. Бірінші ол бізде 64 саны, келесі бізде 8 сан екен, иә? Қалған сандар 3 көбейткіштің көбейтіндісі бола алмайды екен. Яғни, балалар, бірінші бізде 64, яғни бізде 4-тің 3 көбейткіштің көбейтіндісі бола алады екен. Яғни, 4 санының, 4 көбейтілген 4, көбейтілген 4 болады екен. Яғни, сонда бізде 4-ті 4-ке көбейтсек, бізде қанша шығады, балалар? 16 шығады. 16-ны 4-ке көбейтсек, бізде 64 шығады екен. Яғни, 4 санның 3 көбейткіштік көбейтіндісі екен, балалар? Келесі 8 саны бізде 2 көбейтілген 2, көбейтілген 2. Яғни, бұл бізде 2-нің кубы дегенді береді екен. Бұл бізде, яғни, 3 көбейткіштің көбейтіндісіне тең екен, балалар? Яғни, 8-ге тең екен. Келесі бізде 1/3 көбейткіштің көбейтіндісін санның кубымен алмастыруға болады дейді.
Яғни балалар, мысалы бізде мына жерде 4 көбейту 4 көбейту 4 деп жазсақ, біз оны 4-тің кубы деп жаза алады екенбіз, иә? Мысалға айтатын болсақ, 3 көбейтілген 3 тең 3-тің кубы деп жазады екенбіз. Яғни балалар, бұл жерде бізде 1, 2, 3 сан жазылғандықтан бізде куб жазылады. Куб дегеніміз бізде 3 санымен белгіленеді екен, иә? Яғни санның оң жағында, төбе жағында жазылады. Дәл солай 4 көбейтілген 4 көбейтілген 4 деген сияқты. А көбейтілген А. А дегеніміз бізде қандай да бір сан екен, иә? Келесі бізде Б есебі. Көбейтіндіні көбейткіштің квадратына немесе кубына алмастырып есепте дейді. 3 көбейту 3 дегеніміз бізде балалар өздерің білетіндей 3-тің квадраты, иә? Ол бізде 9-ға тең екен. Келесі 6 көбейтілген 6 бізде 6-ның квадраты екен. Ол бізде 36-ға тең. Келесі 9 көбейтілген 9 бізде 9-дың квадратына тең болады бізде 81 екен. Келесі 7 көбейтілген 7 бізде 7-нің квадраты екен. Бұл бізде 7-нің квадраты 49-ға тең екен. Яғни балалар, бұл жерде бізде квадраттар берілді, енді келесіде бізде кубтар берілген екен. Яғни 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2 бұл бізде 2-нің кубы екен. Бұл бізде тең болады 8 екен. Неге? Себебі 2-ні 2-ке көбейтсек 4 болады, 4-ті 2-ке көбейтетін болсақ, бізде бұл жерде 8 саны шығады екен, иә балалар? Келесі 3 көбейтілген 3 көбейтілген 3. Бұл жерде балалар бізде бұлай болады. 3-тің кубы шығады екен, иә? Яғни 3 сан тұрғандықтан бұл жерде балалар 3-тің кубы болады екен. Сонда бізде 3-тің кубы бізде 81-ге тең екен балалар. Келесі бізде 3-ші есеп. Тұрғын үй кешенінің ауласына 9 шырша отырғызылды. Бұл отырғызылатын шыршаның 4-тен 1 бөлігі. Шыршаға қарағанда 6 есе кем терек отырғызылды. Аулаға барлығы қанша шырша мен терек отырғызылды дейді. Яғни балалар, бірінші біз берілген жазып алайық, иә? Берілгені отырғызылды 9 шырша, иә? Отырғызылатынның 4-тен 1-і, иә? Яғни 4-тен 1, иә? Ал терек бізде шыршадан қарағанда, отырғызылатын шыршадан қарағанда, яғни барлық шыршадан қарағанда терек 6 есе кем екен, иә? Яғни барлығы қанша деп бізден сұрап тұр. Бұны табу үшін біз бірінші барлық отырғызылатын шыршаның санын тауып алуымыз керек, иә? Ол үшін біз 9-ды, мына 9-ды 4-ке көбейтеді екенбіз. Сонда бізде 36 деген сан шығады екен. Келесі. Енді балалар, бізге теректің санын табу керек, иә? Теректің санын табу үшін біз, яғни барлық шыршаның санын тауып алдық. Яғни терек бізде шыршадан 6 есе кем дейді. Яғни есе кем дегеніміз ол бөлу екен, иә? Яғни біз барлық шыршаның санынан, мына барлық шыршаның санынан 6-ны бөледі екенбіз, 6-ға бөледі екенбіз. Сонда бізде 36-ны 6-ға бөлетін болсақ, тең 6 шығады екен. Яғни теректің саны бізде 6-ға тең екен. Енді барлық шырша мен теректің барлығын қанша болған табу үшін біз шырша мен теректің санын бір-біріне қосамыз. Сонда 36-ны 6-ға қосатын болсақ, бізде 42 шығады екен, иә? Сонда жауабы бізде шырша 36, терек 6, барлығы бізде 42 екен, иә балалар? Барлығы сонда 42 екен, иә? Келесі есеп бізде 4-ші есеп, сандардың квадраты мен кубын есепте дейді. Бірінші 1-дің кубы берілген екен. Яғни бұл бізде 1 көбейтілген 1, яғни 1-ді өз-өзіне 3 рет көбейту жатады екен. 1-ді өз-өзіне көбейтетін болсақ, бізде 1 шығады екен, иә балалар? Келесі 5-тің квадраты. 5-тің квадраты дегеніміз бізде 5 пен 5-тің көбейтіндісі, яғни тең бізде 25 екен. Келесі 8-дің квадраты. 8-дің квадраты дегеніміз бізде 8 пен 8-дің көбейтіндісі, яғни бізде 64-ке тең екен, иә балалар? Келесі бізде 2-нің кубы берілген, иә? 2-нің кубы бізде 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейту, иә? Яғни 2 көбейтілген 2 бізде 4, 4-ті 2-ке көбейтсек, бізде 8 болады екен. Яғни жауабы бізде 8 екен, иә балалар? Келесі 9-ның квадраты берілген. 9-ның квадраты дегеніміз бізде 9-ды 9-ға өз-өзіне 2 рет көбейту, иә? Ол бізде 81 шығады екен. Келесі 6-ның квадраты. 6-ның квадраты, яғни квадрат дегеніміз өз-өзін 2 рет көбейту, иә? Яғни 6-ны 6-ға көбейтеміз, бізде 36 шығады екен, иә балалар? Бұл есептің жауаптары осындай екен балалар. Келесі 5-ші есеп.
Амалдардың орындалу тәртібін анықтап, оларды есепте дейді. Бірінші бізде 35 азайту 5 бөлу 5 берілген екен. Яғни, балалар, бұл жерде бірінші жақшаның ішіндегі есеп орындалады, яғни 35-ті 5-тен азайтамыз, бізде 30 шығады екен, балалар. Міне, мына жерде көріп тұрғандарындай, 30-ды бірінші орындадық, 35 азайту 5 тең 30. Бөлеміз 5-ке. Яғни 30-ды 5-ке бөлсек, бізде 6 шығады екен. Яғни, мына жерден шыққан сан бізде 30, 30-ды біз мына 5-ке бөледі екенбіз. Сонда бізде 6 шығады екен. Келесі 45 бөлу 9, қосылған 72 бөлу 9. Балалар, бізде бірінші бөлу орындалады, 45-ті 9-ға бөлсек біз, балалар, бізде 5 шығады екен. 72-ні 9-ға бөлсек, бізде 8 шығады екен, Енді осы екі сан бізде қосылады екен, балалар. 5-ке 8-ді қоссақ, бізде 13 саны шығады екен. Келесі бізде 81 бөлінген жақша ішінде 95 азайтылған 86. Тең, бізде 81 бөлінген деген бізде жазылады, себебі жақшаның сыртында тұр, Жақшаның ішіндегі бізде бірінші орындалады. 95-тен 86-ны азайтсақ, бізде 9 деген сан шығады екен, Енді 81-ді 9-ға бөлсек, бізде 9 деген сан шығады екен, балалар. Келесі бізде төртінші есеп. Жақшаның ішінде 456 қосылған 449. Қосылған 27. Бұл жерде, балалар, бірінші жақшаның ішіндегі есеп орындалады. Бізде 456-ны 449-ға қосқанда, бізде 905 шығады екен, Оған қосамыз мына тұрған 27-ні. Сонда бізде 905 қосу 27 шығады, тең болады бізде 932 деген сан шығады екен, балалар. Келесі бізде 9 бөлінген 3, қосылған 5, көбейтілген жақша ішінде 68, азайтылған 64. Яғни, балалар, бұл жерде де бізде жақшаның ішіндегі сан бірінші орындалады, Яғни, бірінші жақшаның сыртындағын жазып аламыз. 9 бөлінген 3, қосылған 5, көбейтілген. Енді 68-ден 64-ті азайтсақ, бізде 4 шығады екен. Енді тең дейміз. 9-ды 3-ке бөлсек, бізде, балалар, 3 саны шығады екен. Енді қосамыз, қосу белгісі жазылады. 5-ті 4-ке көбейтсек, бізде 20 шығады екен. Яғни, 3-ті 20-ға қосамыз, сонда бізде 23 деген сан шығады екен, балалар. Келесі бізде, келесі бетін орындайық, 63 бөлінген 9 қосылған жақша ішінде 450 қосылған 90. Бірінші бізде 63 бөлінген 9 қосылған деген есеп жазылады. Жақшаның ішіндегі бірінші орындалады, 450 қосылған 90 бізде 540-қа тең екен, балалар. Енді осы есепті орындауымыз керек. 63-ті бөлеміз 9-ға, бізде, балалар, 7 шығады екен, балалар. 63-ті 9-ға бөлгенде 7 шықты. Енді қосамыз 540 болады. 7-ні 540-қа қосқанда бізде 547 деген сан шығады екен, балалар, Келесі екінші есеп бізде 3 көбейтілген 5 қосылған жақша ішінде 456 азайтылған 400. Бірінші, енді, балалар, өздерің білетін шығарсыңдар, бұл жерде, жақшаның ішіндегі бірінші орындалады. 3 көбейтілген 5 қосылған жазылады. 456-тан 400-ді азайтамыз, бізде 56 қалады екен. Енді бізде көбейту бірінші орындалады, 3 көбейтілген 5 тең 15, қосылған 56. Сонда бізде 15-ке 56-ны қосқанда бізде 71 деген сан шығады екен. Келесі, үшінші бізде 1000 азайтылған, жақша ішінде 67, азайтылған 33, жақша жабылған бөлу 1. Енді жақшаның сыртындағы жазылады, 1000 азайтылған, 67-тен 33-ті азайтқанда бізде 34 қалады екен. Бөлу 1 өзі жазылады екен, Енді 34-ті бізде бірге бөлсең, 34 өзі шығады екен, Сондықтан 34 өзі жазылады. Енді 1000 азайту өзі жазылады екен. 1000-нан 34-ті азайтсақ, бізде 966 деген сан шығады екен, балалар. Келесі төртінші, 5 көбейтілген 567 азайтылған 558 жақшаның ішінде жазылған, қосылған 100. Сонда тең бізде, балалар, 5 көбейтілген өзі жазылады. 567-тен 558-ді азайтқанда бізде 9 саны шығады екен, балалар, қосылған 100. Енді, балалар, бізде бірінші көбейту орындалады. 5 көбейтілген 9 бізде 45, 45 қосылған 100 бізде 145-ке тең екен, балалар. Келесі соңғы есеп бізде 36 бөлінген 6 қосылған жақша ішінде 590 азайтылған 530. Тең
Бізде бірінші 36 бөлінген 6 қосу жазылады мына жерге дейін, иә. Одан кейін 590-нан 530-ды азайтқанда бізде 60 қалады екен балалар, иә, 60 қалады. Енді біз бірінші 36-ны 6-ға бөлеміз. Сонда бізде 6 саны шығады екен балалар. Енді 6 қосу 60 саны өзі жазылады. Тең сонда бізде 66 шығады екен, иә, 66-ны 60-қа қосқан кезде. Келесі 6-шы есеп бізде есепті шығар дейді. Қалада 5 қабатты және 9 қабатты үй қанша болса, сонша бір қабатты үй салынды дейді. 255 қабатты үй, ал 431 қабатты үй бар дейді. Қалада 9 қабатты неше үй салынды дейді. Яғни балалар, бірінші бізде берілгені 5 қабатты үй 250, бір қабатты 430 екен, ал 9 қабатты үйді бізге тап деп тұр, яғни бізде белгісіз екен. Оны табу үшін балалар бізде бірінші 430-ды, мына бір қабатты үйді біз 5 қабатты үйден алады екенбіз. Яғни 430 азайтылған 250 тең бізде сонда 180 шығады екен. Сонда жауабы бізде балалар 9 қабатты үй 180 екен, балалар. Осындай жауабы шығады екен балалар. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Арнамызға міндетті түрде жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан өздерің таппаған барлық тапсырмалардың жауаптарын таба аласыңдар балалар. Келесі кездескенше сау болыңдар.